Ассалаумағалейкум, қадірменді спорт сүйер қауым. Күні кеше ғана Дубайда өткен бокс кешінде Тұрсынбай Құлахмет өзінің кезекті жекпе-жегінде жеңіске жетті. Кәсіби мансабындағы бұл үшінші кездесу, және бұл жекпе-жек небәрі 70 секундқа ғана созылды. Қарсыласы Хебер Рондон, колумбиялық. Жалпы бұл жекпе-жек қарсаңында болжам жасаған болатынбыз. Егер көрмесеңіздер, біздің каналымызда соңғы видеоны қарап шығыңыздар. Жекпе-жек өте қысқа болды, және көп түйін ойды шығара алмадық бұл жекпе-жектен, бірақ бірнеше өзгерістер өзім байқадым жекпе-жек мәнерінде. Жалпы және бұған дейін де айтып кеткен болатын, Хебер Рондон тек қағаз жүзінде ғана өте керемет қарсылас, 20 жекпе-жек өткізген, оның жартысынан көбін уақытынан бұрын аяқтаған қағаз жүзінде ғана. Ал дұрыстап қарсыластарын зерттеп қарайтын болсаңыздар, қайда өткізгенін қарайтын болсаңыздар, Тұрсынбайға лайықты қарсылас емес екенін бірден анықтаған болатынбыз. Бірақ жекпе-жек қарсаңында тіпті Хебер Рондон төрешілердің шешімімен ұтып кетеді дегенде сарапшылардың пікірі болған екен. Бірақ ринг бізге барлығын көрсетті, барлығын өз орнына қойды деуге болатын шығар. Осымен бұған дейінгі жекпе-жегінде жеңіп алған WBC International чемпиондық атағын Тұрсынбай Құлахмет алғашқы рет қорғап шықты. Жоғарыда айтқан болатын, жекпе-жек небәрі 70 секундқа, дәлірек айтатын болсақ 72 секундқа созылды. Және дәл осы 72 секундта әрине белгілі бір аналитика саралау қиын. Бірақ бір-екі өзгеріс байқадым. Бұған дейінгі екі жекпе-жегінде байқаған жоқпын. Тұрсынбайдың бұл ең алдымен қолды төмен ұстау, алдың қолды тым төмен ұстау. Бұған дейін әуесқой бокста да байқаған болатынбыз. Тұрсынбайдың ерекшелігі қолды шамамен кеуденің маңайында ұстаса, бұл жолы тіпті төмен қолын ұстады. Бұл жолы болды ма, әлде алдын ала дайындаған болды ма, бұны мен шынымды айтсам білмеймін, бірақ бұған дейін бұны байқаған жоқпын. Және кейбіреулеріңіз байқаған боласыздар, солақай болатыр. Міне дәл осы оң иықпен америкалық бокс мектебіне тән бір қимылдарды байқап қалдық. Бұл Ұлыбританияда өткізген оқу-жаттығу жиындармен байланысты шығар. Бәлкім өзінің әрине енді әуесқой деңгейдегі жинаған барлық тәжірибесін білген, кәсіпқой боксқа бейімдей білу керек, және боксшы ретінде ары қарай өсіп даму керек. Сондықтан қазір белгілі бір стилінде эксперименттер жүріп жатқан шығар. Сондай бір ой түйіндеме келдім. Және жалпы нокаут неден басталды? Нокаут Тұрсынбайдың алдыңғы аяқпен аяқтың ұшында секіріп барып, оң қолмен жасаған соққысынан басталды. Байқап дұрыстап қарайтын болсаңыздар, нокдауннан кейін дәл сол соққымен енді рингтің ортасында бірден сұлатып түсірді. Бұндай соққыларды, яғни секіріп барып жасаған соққыларды жиі көрмейтін, мысалы Тұрсынбайдың жекпе-жектерінде. And he's looking a bit... Oh my goodness me! Well, he looked unsteady, but... Дәл осы 72 секундтан Ұлыбританияда өткен оқу-жаттығу жиындарының бір қорытындысында байқауға болатын шығар. Яғни оң баға беруге болады. Бұл жерден әрине Тұрсынбай өте нәтижелі өткізіп отыр өзінің оқу-жаттығу жиындарын. Және мені ең басты қуантатын факт бұл Тұрсынбайдың промоушны. Яғни Тұрсынбайды ары қарай дамытып өсірудің жолдары, менеджерінің жұмысы, промоушнның жұмысы өте жақсы қырынан көрсетіп отыр. Тұрсынбайды бірден, естеріңізде болса, бірден Сағдат Рахманқұлға қарсы шықты дебюттік жекпе-жегінде. Одан кейін жеңілмей келе жатқан ирландиялыққа қарсы шығып, Ұлыбританияда тіпті бокс кешінің басты жекпе-жегінде өнер көрсеткен болатын. Қазір небәрі екінші жекпе-жегінде өте жақсы чемпиондық белбеуге қол жеткізіп үлгерді. Бұндайды 10-15 жекпе-жек өткізген спортшылар бұндай чемпиондыққа қол жеткізе алмай жатады. Сондықтан дәл осы тұрғыдан, менеджерлік тұрғыдан, менеджмент жағынан қарайтын болсақ, өте жақсы қазір алып өсіріп әкеле жатыр Тұрсынбайды. Яғни алдағы уақытта оппозиция тағы да жоғарылайды деген сөз. Қазір қағаз жүзінде және сәл тәжірибесі де өте керекті, ыңғайлы қарсыластар табылып отыр. Алдағы уақытта әрине оппозиция жоғарылайды. Міне осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Ал келесі кім? Алдағы уақытта қандай спортшылармен қолғап түйістіру керек Тұрсынбай?
Біле білсеңіздер, бұған дейін 184-ші орында болды. Бокс-рек бойынша қателеспесем қазір 139-ші орында тұр. Ал қарсыласы бұған дейін 154-ші орында тұрған болатын. Яғни шамамен жоғары, біраз жоғары тұрды Тұрсынбайдан. Бұл жолы да өзінен 20-30 саты жоғары тұрған қарсыласы табылады деп үміттенеміз. Мен жанкүйер ретінде әрине Тұрсынбайдың орындауында бір реванштар көргім келеді. Мысалы, Екатеринбургта өткен әлем чемпионатын көрсеңіздер, 2019 жылда өткен. Дәл сол әлем чемпионатының жартылай финалында Сеймур есімді филиппиндік боксшының қолынан жеңіліс тапқан болатын. Естеріңізде болса, алғашқы раундта нокдаунға түсіп қалды дәл сол жекпе-жекте Тұрсынбай. Ал дәл сол Феликс Сеймур, филиппиндік боксшы, қазір Мэнни Пакьяоның қол астында 2020 жылдың соңында дебюттік жекпе-жегін өткізді. Міне кәсіпқой бокста Тұрсынбай осы спортшымен қолғап түйістірсе екен деп армандаймын, бірақ бұл әзірше тек қана қиял, мен үшін фанат ретінде. Бірақ алдағы уақытта бұл спортшылар қолғап түйістіріп кездесіп қалуы әбден мүмкін. Әуесқой бокста өте керемет жекпе-жек көрсеткен болатын Тұрсынбай дәл осы Сеймурға қарсы. Ал кәсіпқой деңгейде 10-12 раундтық жекпе-жекте бұлар қандай жекпе-жек көрсете алады, маған өте қызық. Міне дәл осы Тұрсынбайдың өткен жекпе-жек жайлы өз ойыңызды жазып кетіңіздер, және алдағы уақытта Тұрсынбай қандай қарсыластарымен жұдырықтасу керек. Біреудің атын жазып кетесіз, тіпті жақсы болады. Комментарийде өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.